Баршаңызға сәлем. Келесі біздің хит пирогымыз бұл жидек қосылған сүзбелі пирог, яғни творожный пирог. Өте керемет, еш жерде жоқ рецептпен, оригинал рецептпен жасалады. Дәмі керемет болып шығады. Жасап көріңіздер. Ең алдымен әрине бөлме температурасындағы сары майды аламыз. Оның үстінен қантымызды саламыз. Қант ұнтағын қолдансаңыздар тіпті керемет болып шығады. Венчиктің немесе миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Үстінен бір жұмыртқа қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін күнжіт қосамыз. Осы күнжітті қоссаңыздар дәмі ерекше болып шығады. Қопсытқыш, яғни разрыхлитель, жақсылап араластырамыз. Оның үстінен електен өткізілген ұнымызды қосамыз да, қолымыздың көмегімен жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қатты илеудің қажеті жоқ, ұнмен осы жұмыртқалы массаны біріктірсек жеткілікті. Видеода көрсетілгендей ақырын ғана шет-шетін жинай отыра қамырды илейміз. Сол кезде қамырларыңыз, яғни тесто жұмсақ болып шығады. Мінекей қамырымыз осындай жұмсақ болып шықты. 24 диаметрлі формамызға алып, астына осылай қолдың көмегімен жайып шығамыз. Өте жұмсақ болғандықтан тез жайылады. Астын барлығын орналастырып болып, шетіне бортики жасап шығамыз. Осылай жақсылап біркелкі кетіп жасап алыңыздар. Енді начинкасын дайындауға кірісейік. Ол үшін ыдысымызға сүзбе, жұмыртқа саламыз. Және де үстінен қантымызды саламыз. Салқын сливкемізді қосамыз. Одан соң жүгері крахмалы және лимонның цедрасы, яғни лимонның сыртын үккіштен өткізіп қосамыз. Одан соң лимонның согын қосамыз да жақсылап араластырып алып, блендерден өткізетін боламыз. Жақсылап осылай араластырып, блендермен езіп аламыз. Жаңағы қамырымыздың үстіне кішкене ұзындау етіп жасайын дедім. Өйткені біздің начинкамыз сұйық болады, уайымдамаңыздар, ол піскен кезде 100% қататын болады. Блендерден өткізіліп алған сұйық массамызды үстіне құямыз. Пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып аламыз. Және де бетіне малина немесе осылай вишнямен сәндеп қойып шықсаңыздар болады. 180 градуста пеште пісіріп алатын боламыз. Піскеннен соң да кішкене ортасы жұмсақтау болып тұруы мүмкін. Толығымен суытып алыңыздар, содан соң барып кесіңіздер, сол кезде қатаятын болады. Осылай формадан пышақтың көмегімен шеттерін алып шығып, босатып алатын боламыз. Сонымен толығымен суытамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте ерекше, басқа пирогтарға ұқсамайтын ерекше рецепттердің бірі, дәмі де керемет болып шығады. Заказға жасап, клиенттеріңізге тапсырыс алсаңыздар да тағы да тапсырыс беретін пирогтардың бірі. Сіздерге ішін кесіп көрсетейін. Көріп тұрғандарыңыздай толығымен қатқан, өз формасын ұстап тұр. Өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріп, үйдегілеріңізді қуантыңыз, немесе тапсырысқа жасап, табысыңызды еселеңіз. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина.